Сіздермен қазір қысқа шашты қиюды көрсететін боламыз. Шашты жақсылап сулап алыңыздар, болмаса жуып алыңыздар. Жуылған шаш әдемі шығады. Клиентіміздің шаш таза болған соң шашын сулап қырқуды бастадық. Шашты екі бөлікке бөліп аламыз. Ең астыңғы желке жағындағы шаштарды қиюды бастаймыз. Қолдарыңызда осындай жіңішке зәжімдерді алып, шашты қыстырып қойыңыздар. Керек шашты ғана түсіріп, сол шаштан бастап қырқуды бастаймыз. Қолдарыңызға тарақ және де қайшыны ұстаңыздар. Міне шашты жоғары көтеріп, тарақтың көмегімен видеодағыдай қысқартып отырасыздар. Басты аздап еңкейтіп қойсаңыздар да сіздерге жақсы болады. Міне осылай көтеріп, ең астындағы артық шаштарын алып тастаймыз. Машинканың көмегімен де алып тастауға болады. Видеоның соңында машинкамен бір түзулеп шығамыз. Астындағы шаштар көтеріліп, қырқылған шашымызды әдемі көрсетпейді. Сол себептен де міне шашқа кері қарсы өсіп тұрған шаштарды осылай алып тастайсыздар түбінен. Міне бір текті етіп, шашты қиып отырамыз қайшының көмегімен. Ортасынан екі шетке қарай, екі шеті бірдей болуы тиіс. Шашты тарап-тарап қайта-қайта тексеріп қиып отырыңыздар. Келесі қатардан да 1-1 сантиметрден түсіріп осылай қиып, астыңғы шашқа түзулеп қиып отырасыздар. Шашты сулап, дайындап алыңыздар алдын ала. Астындағы шашпен екі шашты бірдей етіп, теңестіріп, өзіңізге қарай тартып қиясыздар. Алдымен ортасын, сосын екі жанын қиясыздар, яғни екі шетін қиясыздар. Астындағы шашпен бірдей болу керек, өздеріңізге қарап тартып қиған кезде. Міне, астыңғы шашпен жоғарыдағы шаштың ұзындығы бірдей болу керек ұстаған кезде. Сосын тарап-тарап, тағы да бір тексеріп шығасыздар. Келесі қатардан да осылай түсіріп отырасыздар. Алдындағы қиылған шаштарға түзулеп қиясыздар, өздеріңізге қарап тартып. Ең алдымен ортасынан бастап қиясыздар. Алдыңғы қиылған шаштың ұзындығын көріп аласыздар да, сол ұзындыққа қарап тартып, теңестіріп қиып отырасыздар. Шашты қайта-қайта тарап, қарап отырыңыздар, тексеріп отырыңыздар. Ұзын шаштар болып қалған жағдайда алдыңғы қиылған шаштың ұзындығымен теңестіріп қиып тастаңыздар. Орай шаштарды да осылай қиып отырасыздар. Астыңғы қиылған шашқа жоғарыдағы ұзын шаштарды теңестіріп, бірдей ұзындықта қиып аламыз. Өзіңізге қарсы тартып қиясыздар. Қысқа шашқа мынандай жіңішке тарақ болу керек, сонда әдемі шығады. Орай жақтағы шаштарды да тарап, астындағы қиылған шаштарға тегістеп, жанынан алып қиясыздар. Міне астындағы шашпен ұзындығындағы шашты алдыңыздар да, артығын алып қиып тастаймыз. Жанынан алып қиясыздар, қиғашынан ұстап қиясыздар.
өсіп тұрған артық шаштарды алдыңғы қиылған шаштарға тегістеп қиып отырасыздар. Орай шаштарды тым қысқа қылып қиып тастауға болмайды, себебі бізде бұл женский қысқа шаш. Укладка жасағанда әдемі көрінбей қалады, тікірейіп тұрып кетіп қалады. Сол кезде шаш бірдей болу үшін, әдемі болу үшін жоғарғы шашы сәл астына қарап төмен түсіп тұру керек, ұзындау болып тұру керек. Орай шашты қатты қысқарып тастамайсыздар, ұзындау болып тұру керек. Әдемі укладка жасаған кезде көтеріліп тұру үшін. Енді құлақ жағы шашты жақсылап сулап аласыздар да, сосын құлақ жағын видеодағыдай өздеріңізге қарсы тартып қиясыздар. Ең астыңғы бөлігін, сосын жоғарғы бөлігін, жанындағы бөлігін алып қиямыз. Міне жақсылап тарап-тарап қарап отырыңыздар. Құлақтың артында, алдында шаштар қалып кетуі мүмкін, арасында тұр. Сол шаштарды алып отырамыз. Міне жанынан аламыз. Алдыңғы қиылған шашқа түзулеп аласыздар. Тарап-тарап қысқарту керек. Арасында қалып кеткен шаштарды алып тастаңыздар. Міне артындағы шашты осылай қиып бірдей қылып шығарамыз. Келесі қатардағы да шашты осылай түсіріп, әдемілеп қиямыз. Алдыңғы қиылған шаштың ұзындығына туралап. Өзіңізге қарсы тартып, астындағы қиылған шашты көрдіңіздер ғой, сол астындағы қиылған шашқа ұзындығын туралап қиямыз. Құлақты жартылай ашып қиып жатырмыз. Барлығы ашылған жоқ. Жартылай ашылып қиылса, осындай ұзындықта болуы керек. Жоғарғы жағындағы қатардағы шашты да түсіріп, алдыңғы қиылған қатардағы шаштың ұзындығына тегістеп, осылай қиып шығасыздар. Артқы бөлігінде солай алып, жанынан алып тегістейміз. Жоғарғы шаштан тағы да бір қатар түсіріп, алдыңғы қиылған шаштарға түзулеп қиясыздар. Енді келесі бөлігіндегі шашты да дәл осы қадаммен қиып отырамыз. Жоғарғыдағы шашты ең соңында аласыздар. Міне сол жағындағы шаштарды да алдыңғы қиылған қадамдармен жасап шығамыз. Өзіңізге қарсы тартасыздар. Тым қысқа болмау керек, тым ұзында болмайды. Құлақты жартылай ашамыз. Қандай ұзындықты алып жатқанымызға аса назар аударыңыздар. Орта шашты осылай қияды. Құлақтың ортасынан ашамыз. Толығымен ашылмайды, осы ұзындықта қиылады. Осы ұзындыққа құлақтың артындағы шашты тегістеп қиямыз. Желкедегі шаштарды құлақтың жоғары жағындағы шаштармен бірдей етіп қиямыз. Келесі қатардан да сантиметр деп шаштарды түсіріп, алдыңғы қиылған шаштарға түзулеп қиып отырасыздар. Өздеріңізге қарсы тартып, астындағы шаштың ұзындығын көріп, сол ұзындыққа туралап қиясыздар шашты. Міне артық шаштарды көріп тұрсыздар, сол артық шаштарға қиылу керек шаштарды түзулеп қиып шығасыздар. Желке жағынан да, құлақтың артқы жағынан да. Тарап-тарап тексеріп отырыңыздар, артық шаштар қалып кетпесін.
жоғарыдағы қатардағы шаштардан да түсіріп, алдыңғы қадамдармен алдыңғы қиылған шаштарды қиып отырасыздар. Бірдей ұзындықта қиылып түседі. Енді жоғарыдағы шашты барлығын өзіңізге қарап тартып қиясыздар. Міне осындай қадаммен орайға дейін тартып әкеліп қиясыздар шашты. Біздегі шаш тым қысқа емес, сол себептен де осы ұзындықта алып қиып жатырмыз. Шаштың артық шаштардың барлығын осылай қиып отырасыздар. Шаштың екі жағынан да тексеріп, үшбұрыш болып қалып қалған шаштарын алып тастау керек. Орай жақтағы шаштарды бір тексеріп қиып шығасыздар. Сол жағындағы шаштарды да бір тексеріп, артық шаштар болады, мынандай үшбұрыш болып қалып тұратын. Сол шаштарды алып тастайсыздар. Оң жағынан, сол жағынан және орай жақтағы шаштардың барлығын бір тексеріп шығасыздар. Осылай қиып аласыздар артықтарын. Мұқият болыңыздар, өте ұқыпты болыңыздар, қайшымен ұқыпты жұмыс жасаңыздар. Қиыл болғаннан кейін шаштың алдын жақсылап бет жағына қарап тарап, ойып, дөңестеу қылып қиып шығамыз. Клиенттен пробор қай жаққа қарай екенін сұрап алыңыздар, сол пробормен шашты қиып шығамыз. Оң жаққа қарататын болса, шашын оң жаққа қарап, челкасын қиямыз. Жақсылап тарап алыңыздар, өзіңізге тартып, міне шаштың ұзындығын қиып шығамыз. Косой челка оң жаққа қарап тұрады. Шаштың үш жағы сәл қысқалау болады, ал соңғы жағы ұзындау болады. Себебі бізде бұл косая челка. Шашты тарап алыңыздар, артық шаштары болып жатса, тегістеп қиып жіберіңіздер. Қастарын қиып алмаңыздар, өте мұқият жұмыс жасаймыз. Және де екі құлақтың алдын челкаға теңестіріп қиып шығамыз. Тарап отырамыз, арасында артық шаштар қалып кетуі мүмкін. Сол артық шаштардың барлығын алып тастаймыз. Сосын оң жағындағы шаштарды аламыз. Челканың ұзындығымен бірдей етіп, екі құлақтың алдын қиып шығамыз. Екі құлақтың алды бірдей ұзындықта болу керек, сол себептен де өте мұқият жұмыс жасаңыздар, қайта тексеріп отырыңыздар. Жеңізге шаш қиған кезде бакенбард жіңішке, үшкір болып түсу керек. Қалың болып қалса, әдемі көрінбейді. Сол себептен филировка жасап жібереміз. Филировканы тым көп жасамайсыздар, себебі шаш әдемі болмай қалады, және де укладкасы дұрыс шықпайды. Филировканы тек шаштың ұшына жасаймыз. Құлақ жақтарын, артқы жақтарын барлығын жасап шығамыз.
Қырқып болғаннан кейін шашты жақсылап осылай әдемілеп кептіріп шығамыз. Алдымен түбін кептіреміз, сосын қалған жақтарын прешниктің көмегімен орта ыстық температурада кептіріп шығасыздар. Шаштың алдыңғы бөлігіндегі шаштарды алдына қарап тартып, брашниктің көмегімен кептіріп отырамыз. Міне брашниктің көмегімен осылай шашты айналдырып кептіріп шығыңыздар. Сонда әдемі көрінеді және де ұзаққа тұрады объемы. Шаштың соңында ең астындағы желке шаштарды машинканың көмегімен осылай тегістеп, артық көтеріліп тұратын шаштарды алып тастайсыздар да, және де тегістігін бір тексеріп қырқып шығасыздар. Және де болғаннан кейін шаштарды тазалап осылай жібереміз. Мынандай тарақтардың көмегімен шашты осылай әдемі етіп қоюға болады.